Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз Dreamweaver программасында қалай жұмыс жасау керек, қалай настройка жасау керек, сол жайлы айтатын боламыз. Ол үшін Dreamweaver программасына кіреміз, сөйтеміз, мына жерге электронды поштамен регистрация жасап алғаннан кейін мына жерге электронды пошта, сосын астына паролін жазып ввести систему дегенге басып кіреміз. Содан кейін кіргеннен мына жерде ID тұрады, ID-дің астында пароль тұрады. Осы парольді қалай алып тастаймыз, мына жерден өзіміз мына жаққа пароль кодты етеміз, сол жайлы настройка жасайтын боламыз. Ол үшін біз мына жерде үш жолақты неге кіреміз де, дополнительныйға кіреміз, опцияға кіреміз. Опцияға кіргеннен кейін біз мына жерде безопасность дегенге кіреміз. Сол жерден біз мына жерден отключить етіп тастаймыз, парольді мына жерде отключить. Содан кейін барып дополнительный параметрге кіреміз. Показать дополнительный параметр деген мына жерге өзіміз пароль ойлап табамыз. Осы жерге пароль ойлап тауып жазып қоямыз. Содан кейін окей батырмасын басамыз. Кез келген Dreamweaver программасына соединение бізге соединение кіретін кезде осы ID жазады, сосын мына парольді, жаңа біз еткен парольді жазып, солай кіретін боламыз. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып сөйтіп кетіңіздер.